Составной частью культуры каждого народа является сохранение своих обычаев, традиций, обрядов, передаваемых из поколения в поколение. Именно популяризация духовных ценностей и возрождение культурного наследия прослеживается у казахстанского художника Рашида Кульбатырова. Сейчас мы находимся в выставочном зале в Алматинской галерее, где организована его выставка «Вдохновляющий край». В творчестве художника можно заметить разноплановые темы: природа родного края, горные вершины, степные мотивы, иллюстрирующие старинные традиции кочевников. Подобные выставки играют важную роль в воспитании молодежи и формировании национального самосознания. Жалпы бұл жерде 50-ге жуық туындылар қойылған. Бұл енді біздің Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздігіне орай ашылған көрме. Жалпы бұл көрмеде біз мақсатымыз Қазақстанның әртүрлі керемет жерлерін бейнелеу арқылы көрерменге өзіміздің ішкі дүниемізді осындай бір керемет көріністерді көрсету деген мақсат қойдық. Бұл жерде жаңағы туған елге деген сағыныш, туған жерге деген және де басқа да қазақтың ұлттық этнографиясы қойылған.